Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда өмірде болған оқиғалар боямасыз баяндалады. Және қазақ жазушыларының шығармаларын да осыдан таба аласыздар. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кетіңіз. Бұлай болар деп кім ойлаған? Ойғалған шаруаларын қапсыз тындырып, бірнеше келісім шартқа қол қойып, енді қалған 2-3 күнде Шанхай қаласын армансыз аралармыз деп, арқаларын кеңге салған жігіттер 5 жұлдызды қонақ үйде шалқалап жатқанды. Аяқ астынан жетіп келген жеделхат ол жоспарды бұзып, кәсіпкер Бақтиярды естен тандыра жаздады. Қаралы хат қысқа жазылыпты. Тез елге қайтыңыз. Сайыбыңыз Гүлсім ойламаған жерден қайғылы қазаға ұшырады. Қайғыңызға ортақпын. Жерлеу алдағы сәрсенбіде, депті жеделхат жолдаған орынбасары Медеу. Таңғы ұйқыдан әлі толық оянбаған Бақтияр басында ештемеге түсінбей мәңгіріп қалды. Не дейді? Мына сұмдық хатта осы аптадан жоқ. Бұлар елден аттанарда сапсау жүрген Гүлсімге не болды екен? Айтпақшы, қайтыс болды демеген, қазаға ұшырады деп жазған ғой. Демек, көшеде көлік апатына тап болған. Сонда оны қақып кетті ме? Әлде өз машинасымен бірдемеге соғылды ма екен? Гүлсім жүріс-тұрысқа ақыпты, машинаны да жаңа айдап жүрген жоқты. Қалай килікті екен ондай апатқа? Ойлай берсең сұрақ көп, бірақ оның бәріне жауап іздеп жатуға дәл қазір уақыт жоқ еді. Бүгін қалайда елге қайту керек. Дереу көрші бөлмеде жатқан көмекшісіне телефон соқты. Ерболат, маған тез келіп кетші. Не боп қалды бәке? Жайшылық па? Сұмдық, келген соң білесің. Көмекшісі әрі Қытай тіліне жетік, тілмаш Ерболатты асып-сасып ішке кірді. Аға, не болды? Өңіңіз бұзылып кетіпті ғой. Бізге жедел түрде елге қайту керек. Анықтап білші, Шанхай Үрімші Алматы бағытында ұшатын ең жақын рейс қай мезгілде болады екен? Мына жедел хатты көрсетіп, қайтар билетті соған ауыстыр. Бақтияр ұсынған жедел хатта бір қарап жіберіп, көмекші жігіттің өңі де бозарып сала берді. Мәссаған, кеше ғана сапсау жүрген Гүлсім апайдың қазаға ұшырағаны ма? Солай болғаны ғой, қайғылы хабар жаңжақ жазылмайды. Көп ұзамай кеше бұлар келісім шартқа қол қойысқан Шанхайдағы құрылыс материалдары бірлестігі мен үй жиһаздары фирмасының жауапты адамдары да келіп қалған. Олар бүгін қонақтарға қаланың көрікті жерлерін көрсетпекші болатын. Мынадай қайғылы хабардан соң жоспар өзгеріп, олар да жолаушыларды аттандыру қамына кірісіп кетті. Алайда қанша күн салғанымен Бақтиярлар сол күні ұша алмады. Өйткені бұларға қажетті рейс келесі күнге белгіленген екен. Бір тәуірі Шанхайдан ұшатын самолет Үрімжіге де 1 сағаттай аялдап, сол күні кешке қарай Алматыға жеткізетін көрінеді. Бұған да шүкір демеске амалың жоқ. Жер түбіне ұзап кеткен жолаушыны бір-ақ күнде өз еліне жеткізу қазіргідей техника заманында ғана жүзеге асатын нәрсе сияқты ғой. Обалы кәнеки, кәсіпкер Бақтияр соңғы жылдары осындай алыс сапарларда аспан кемелерінің қызметін армансыз-ақ көріп жүр. Көптен бері бизнес саласында тұяғын тастай қатып, түтінін түзетіп отырған бұл жігіт амалың не? Кейде тағдырдың осылай ұзақ еркелетіп келіп, кенет алдыңнан арқан керетін кезі болатын білетін. Жаратушы не бұйыртса да, қашанда адамның ниетіне қарап береді ғой. Әлде мұның отбасында басқа қонған бақты көтер алмай, кекіріп күпірлікке ұшыраған біреу болды ма, кім білсін. Бақтияр жол бойы осындай ауыр ойдан арылмады. Самолет салонында француз шарабы бар екен. Содан ара-тұра сыздықтата сіміріп қойып, тербелген қиял теңізінде жүзді де отырды. Кеше оның қайғылы қазаны алғаш рет естігенде бұрқ етіп басынан шыққан сезімдері қазір өзгеше түс алған.
Олай болатыны көмекшісі Ерболат кеше Алматымен сөйлесіпті. Өздерінің қай рейспен, қай мезгілде жететінін хабарлаған. Сонымен бірге Гүлсімнің қандай жағдайда, неден мерт болғанын да сұрастырған көрінеді. Сонда аққаны Гүлсім бұлар ойлағандай жол апатынан емес, ата-анасы тұратын биік үйдің 9-шы қабатынан құлап кетіпті. Біреулер қастық қылды, не байқаусызда оқыстан болды дейтін емес, артына хат жазып қалдырған. Оны естігенде Бақтиярдың сана сезімі ас үстіне келіп аударылып түсті. Осыған дейін тұла бойын меңдеткен әйеліне деген қимастық, Гүлсімнің қатал тағдырына аяушылық, оның өліміне өзін кінәлі санау секілді сезімдер сап тыйылды да, оның орнына өзекті өртеген өкініш, Гүлсімге деген өкпе нала, ашу ыза басты. Сол сезімдер бірте-бірте ұлғайып, айықпас өштікке, жек көруге айналып кетті ме қалай? Небәрі 35 жасында тірліктен бас тартып, өзіне қол жұмсау, артта қалып бара жатқан күйеуін, ата-анасын, туыстарын ойламау, неткен қатыгездік, не деген өзімшілдік десейші. Қастық пен қысастық, кек қайтарып өш алудың ең жоғары түрі осындай болар. Ойпырмай, осындай қаскөйлікке барып, өзін өлімге қиятындай Гүлсімнің басына не күн туды екен? Ішкен алдында, ішпеген артында, не ішем, не кием демейді. Артында шетелдік машина, басында 3 қабатты сәнді сарай, қорада күзетшісі, ас үйде үй қызметшісі бар. Қазан ошақ маңына барып, тым құрыса жылы суға қол малмайды. Бұдан артық не керек әйел адамға? Әлгі семіздікті қойғана көтереді деген рас шығар. Демек, Гүлсім де басындағы бағын көтере алмаған. Сонан соң ол өзінің түбіне жете берген. Сол баяғы іштарлық, қызғаныштың арқасында. Төңірегіндегі дүние тек менікі болсын дейді. Бір аяқ асты, бір сабақ жіпті ешкіммен бөліскісі келмейді. Басқа қонған бақты ұстап тұру үшін де біраз адамгершілік, ақыл парасат керек екен ғой. Гүлсімде міне сол жағы кеміс болды. Мамандығы қаржыгер еді, ой өрісі есеп шоттан аса алмады ғой. Сонда Бақтияр осындай әйелмен 15 жыл бойы қалай отасып келген? Әйел бойындағы сұлулық шығар, көзді арбаған. Сұлулық көздің құрты, албырт жастықтың одан арғы ойлаттым екен. Сен жігітім, бәрін бүгінгі күнмен өлшемей, өткен күнге де көз құрыңды салып, қарай отыр, деді. Қашанда бұған оппозицияда жүретін ішкі дауыс. Осыдан 15 жыл бұрын көп жігіттің арасынан Гүлсім сұлуға қолың әрең жетпеп еді. Оны қалай ұмыта қалдың? Иә, рас айтады. Онда Бақтиярдың Алматыдағы Завет институтында оқып жүрген кезі. Қанша дегенмен кітапқа жастай бауыр басқан ауыл мұғалімінің баласы емес пе? Оқу үлгерімі жаман болған жоқ. Бірақ тұрмыс жағынан байдың мырзаларымен теңесе алмаушы еді. Жаздық каникулда құрылыс отрядінде жұмыс істеп, киім-кешегін зорға бүтіндейтін. Оның өтеуіне табиғат бұған біраз қарымта сыйлар жасаған. Анасы марқұм аса сұлу әйел еді. Сірә сол кісіден ауысқан болар. Бақтиярдың бет жүзеттері, сұңғақ бой, сұлу келбет, бұйра шаш. Осылардың арқасында жиын тойда көзге түспей қалған жоқ. Ал Гүлсім қандай еді сол кезде? Аққудың көгілдіріндей, тал бойында бір мін жоқ. Аппақ ару көрген көздің жауын алатын. Әлгі романдарда көп жазыла беретін қыпша бел, қазы омырау, тана көз сұлудың өзі. Халық шаруашылық институтының, ол кезде қазіргі университеттердің бәрі институт деп аталатын, 3-ші курсында оқитын. Бақтияр Гүлсіммен сол институтта оқитын бір жерлесінің туған күнінде танысып қалды. Сол кеште түннің бір уағына дейін билегені, Гүлсімді үйіне шығарып салған әрине есінде. Сол тұста ол қызға көз салушылардың аз болмасы керек. Бірақ бұйрық шығар, күн өткен сайын бұлардың жұлдыздары бір-біріне ыстық тарта берді. Бақтияр сол жылы оқу бітірген. Онда совет дәуірі, колхоз совхоздардың мұрты бүлінбей, Қазақстан сол баяғысында 50 миллион қой өсіріп жатқан кез. Мал мамандарының қаны жерге тимейді. Егер Бақтияр ауылға барса, кез келген совхозда бас техник болып тіреп тұра қалатын сөзсіз еді. Осы Гүлсімнің бітпеген оқуына қарайлап, Алматыдан кеткісі келмеді.
көзден тайса болғаны Гүлсімнен айырылатын секілді. Ақыры конкурста жеңіп, аспирантураға оқуға түсті. Онысы бір есеппен жаман болған жоқ. Арада 3 жыл өткенде биология ғылымдарының кандидаты деген атақты қанжығасына байлап шыға келді. Осы қарсаңда Гүлсімге де үйленіп үлгерген. Қыздың ата-анасы да, ағалары да